Біріккен ұлттар ұйымының Нью-Йорктегі штаб пәтерінде әйелдер мәртебесі жөніндегі 60-шы сессия басталды. Күн тәртібіндегі басты тақырып гендерлік теңдік және әйелдер құқығы. Жиынның ашылуында сөз алған Қазақстан Республикасы мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова елімізде қабылданған гендерлік теңдік стратегиясын еге етіп, жаңа бастамалар ұсынды. Қазақстандық делегацияның жобалары әйелдерді терроризмнен қорғау, мигранттардың халықаралық этикасын жасақтау сынды тақырыптарға арналған. Жалпы гендерлік саясаттың қазақстандық үлгісі өзге ел делегаттарының көңілінен шықты. Сессия аясында өтіп жатқан пікірталастарға дөңгелек үстелдерге Қазақстан Республикасы президент жанындағы әйелдер ісі және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия өкілдері қатысуда. Гендерном рейтинге среди 146 стран. Гендерлік рейтинг бойынша біз 146 елдің ішінде 47-ші орында тұрмыз. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Яғни 25 жылдың өзінде Қазақстан әйелдері қыруар шаруа атқарды дегенді білдіреді.